Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін осындай қытырлақ қолдан керешки істейтін боламыз. Кеше нан көп алынып қойыпты, содан 1,5-нан қалып кеткен еді. Булканан сумен осылай майдасынан турап, чұқылап, майдалап тураса, қатты болып қалмайды, әдем болып шығады. Жіңішкелеп турап алып, яғни приправаға араластырып салатын боламыз. Процесс осындай болып жатыр. Осылай шетінен чұқылап турап аламыз. Қалыңдау болып кетпеу керек. Егер қалыңдау болып кетсе, уже қаттылау болып қалады да керешкеміз. Сол себепті өте барынша чұқағып турау керек. Процесс осындай болып жатыр. Барлығын осы ыдысқа салып, мына жерде мен уже неге салып қойдым. Мынау менде бүкіл приправа араласқан, яғни роллтым бар, зелім бар, барлығы араласқан. Осыны араластырып, барлығын тапаларға бөліп салып, осыны жайлау деген майды ерітіп, мынау керешкелердің үстіне құйып шықтым, яғни нандардың үстіне. Енді печкаға қыздырып қатыратын боламыз, яғни кептіретін боламыз. Қытырлақ өте дәмді болып шығады. Мен духовканы 120 градусқа қойдым. 1,5 сағат 40 минутта осындай болып шықты. Жарты сағаттың ішінде бізде свет аз болып тұрғаннан кейін өздеріңіздің доқтарыңызға қарайсыздар. Өте қытырлақ, дәмі де әдемі. Және де қатты емес, нәзік қытырлақ болып шықты. Ал ас болсын, балаларға магазиннен алғаннан гөрі осылай үйден істеген өте пайдалы. Рахмет барлықтарыңызға. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.